Ассалаумағалейкум. Қазір біз осы модемді любой сим-карта қабылдайтын етіп істейтін боламыз. Бұның ішінде тұрған актив номер. Мінекей қызыл жанып тұр, қабылдамай. Мына жақта толқы алтел номер сал деп тұр. Қазір біз оны шешетін боламыз. Бұл модемге полный прошивка жасайтын боламыз. Бірінші дополнительный дегенді басамыз. Бұл жерде обновление деген кіреміз. Локальный обновление дегенді басамыз. Мына жерде файл таңдайтын боламыз. Бұл файлды мен сіздерге WhatsApp-тан жіберетін боламын. Так. Потом обновление дегенді басамыз. Так, обновление дейді. Свет, Wi-Fi свет отключен. Подключается, повторяет после обновления. Не отключать. Устройство дейді. Кішкене күте тұрамыз. Так, обновление жасалып жатыр осы кезде. Кетті. Ноутбуктеріңіз болса немесе компьютерлеріңізге Wi-Fi мен қосып, компьютерлерге Wi-Fi қосылмайды, бұл жерде шнүрі бар, сол шнүрі арқылы қосатын боласыздар, кабель арқылы. Мінекей кетті обновление. Кішкене күте тұрамыз. Достар, дәл осылай обновление жасайтын болсаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, мен сіздерге полный көрсететін боламын. Осындай модемді любой сим-карта салып пайдалана беретін болсыздар. Так, обновление жасалып болды. Мына жерден екі светте жасыл жанып тұр. Енді тексеріп көреміз модемді. Так. Так, не дейді. Принимаю. Мінекей көріп тұрғаныздай Kcell деген шықты. Мінекей енді бұл модемді біз любой сим-карта салып пайдалана береміз. Енді бұған Билайн да салсақ болады, Easy, басқа да Теле2, қандай қазақстандық қандай нөмірлер бар, барлығын салып пайдалана беретін боламыз. Видео ұнаса лайк басамыз және WhatsApp-қа жазамыз.